Азаттығын бақ күнім атты еске алу кешіне қош келдіңіз. Дамыған мемлекет болайық. Еліміз тыныш болғаннан кейін көркейе берейік. Осындай балдар бүгін еске алу кеші өздеріңіз білесіздер. Бір жылда осы бір-екі жылда болған оқиға, оның алдында бұл қазір жаңғыртып концерт қойып өлең айтып нағатезген осы бір-екі жылдан бері қазір еске алу тақырыпты кеш, әдеби кеш деген сияқты мазмұнды сондай нәрсе өткізіп. Неге себептен оны олай өткізбейміз? Себебі ол қаралығын Рухына арналады. Тәуелсіздік. Ата-бабаларымыз 3 ғасырға жуық уақыт бойы армандаған тәуелсіздік. Тәуелсіздік жолында халқымыздың басынан қандай оқиғалар өтпеді? Халық қамы үшін қан кешіп, құрбан болған ерлеріміз қаншама. Азап шекті қайсар қазақ қыздары, талай қазақ қыздарында тондыра, талай қазақ гүлдерінде солдыра. Ел билеуге алып шықты көлбейді қазақ ұлы Қонаевтың орнына. Егеменді туылған күніміз, осы күні алаң үстін қаңғылып, қазақ жасы бар әлемді таң қылып. Алматыдан шықты бейбіт шеруге тұрар бұл күн ел. Қанша мәрет жастарымыз қаза болды, ел үшін өз жандарын құрбан қылды. Кейбіреулері жазықсыз жазаланды, кейбіреулері оққа ұшты көзін жұмған. Желтоқсанның жері су. 91 жылдың 4 маусымында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, елдің туы, елтаңбасы және гимні қабылданды. Мен барғанмын, мерекеге шығады, бүкіл халық біліп қой, отандасы ұғады, тәуелсіздік күні бол. Аралаймын алаңды тәуелсіздік күнімен, батыр қайрат ағамның суретіне үңіліп. Бақтым, отанымда қазақпын, балықпенен дос болып, мәңгі бақи азаппын. Қан төгісте өлмеген, қара бұлтқа төнбеген, мен қазақтың баласы, алау оттай сөнбеген. Тәуелсіздік үшін әркез бабаларым күресті, тәуелсіз боламыз деп бірге табыр тіресті. Қаймақпады ешбір соңғы қатерден. Бабамның алманы осиді ой аңсаған, тәуелсіздік таңдағы бақ береді балсаған, көк туымда қолыма. Тәуелсіздік ғұры, ата-баба арманы, орындалып сол арман, жолымызды жалғады. Ата берсін жарқырап отанының таңдары. Бүгінгі ауылдық кітапханасының ұйымдастыруымен жадымда қалған желтоқсан атты кітап көрмесімен жалғасады. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын деп тілейік ағайын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.